Армысыздар көрермен. Қазақстанда көліктен көп нәрсе жоқ. Қалаларда тіпті көшеге сыймайды. Дегенмен де автокөлік нарығы бір орында тоқтап тұрмайды. Шет елдерден әкелінетін көліктердің нөпірі артып та барады. Ал Қазақстанда құрастырылып жатқан түрлі маркалы автомобильдер мен жолаушы көліктерінің және жүк көліктерінің нарығын кеңейту де керек. Сол мақсатта қолға алынған үкіметтік шаралардың бірі отандық көлікті халыққа жеңілдетілген несиемен беру. Жуырда РОП операторы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің көлік иелерінен утилизборды, яғни кәдеге жарату алымын жинау ісіне мемлекет басшысының өзі күдікпен қараған болатын. Нәтижесінде кәдеге жарату алымын жинау жұмысы 100% мемлекеттік жасыл даму акционерлік қоғамына өткізілді. Бұл жаңа оператордың есеп шотындағы 200 миллиард теңгеден астам қаржының 130 миллиард теңгесі автокөлікті жеңілдетілген несиемен беру бағдарламасына бөлінетін болды. Көліктің жеңілдетілген несиесі тек отандық автокөліктерге ғана қатысты. Жеңілдетілген несиенің жылдық мөлшерлемесі 4% болмақ, ал алғашқы жарна төлемі деген болмайды. Несие 7 жылға рәсімделеді. 130 миллиард теңге шамамен 71 мың адамның көлікті несиеге алуына бағытталған. Жеңілдетілген автонесие негізінен қымбат емес көліктерге арналған, ал шамасы жеткендерге құны 15 миллион теңгеге дейінгі көліктерді рәсімдеуге де мүмкіндік беріледі. 130 миллиард теңгенің 100 миллиард теңгесі тек жеңіл автомобиль алушыларға, ал 30 миллиард теңгесі жолаушы автобустарын алушыларға арналыпты. Қазақстанда автомобильдің құрастырылуы мен сатылымы жаман емес, тіпті бірнеше шетелдерге экспортталып та жатыр. Ресей, Өзбекстан, Қырғызстан елдеріне және Беларусь республикасына жылына 4,5 мыңдай автокөлік сатылады екен. 2021 жылдың 7 айының өзінде Қазақстан аумағына 47.176 көлік өндірілген. Қазақстанның Алматы, Семей, Көкшетау қалаларындағы кәсіпорындарда Chevrolet, Hyundai, Kia, JAG, GAZ, УАЗ, КамАЗ, Lada, Hyundai Trax және Renault көліктері құрастырылады. Жеңілдетілген автонесиеден бөлек тағы бір жаңалық, сырттан әкелінетін көліктерден кәдеге жарату алымының сомасы 50%-ға кемітілетін болыпты. Кәдеге жарату алымы сырттан әкелінетін автокөліктердің нөпірін тежеу мақсатында жасалатын шара, сөйтіп отандық көліктің нарығын кеңейту үшін жасалады. Бірақ бұрынғы РОП операторы жеке компаниясы кәдеге жарату алымының құнын бірнеше есеге арттырып жіберген еді. Жалпы кәдеге жарату алымы баға саясатына тікелей қатысы бар нәрсе. Ол автокөліктің қымбат болуына әкеп соғады. Ал екінші жағынан бұл шара агробизнесті қиындыққа тірейді. Сондықтан азық-түлік өндірісіне де кері әсерін тигізіп бағаны өсіреді. Себебі жоғары технологиялық ауыл шаруашылығы техникаларын алыс шетелдерден алудың кәдеге жарату алымы да жоғары. Қымбатқа жеткізілген техникамен өндірілген азық-түлікте қымбатқа түсіп жатады. Ресей мен Беларусь импортпен келтірілген ауыл шаруашылығы техникаларына кәдеге жарату алымын төмендетудің жолын әлде қашан тапқан, ал Қазақстанда бұл мәселе шешілмей келген. Алдыңғы қатарлы агротехникаларды енгізуге мүдделі және цифрландыруды қолдайтын батыс елдеріндегі өндірушілердің тракторлары мен комбайндарына фермерлеріміз әзірге өте зәру. Ал трактордың кәдеге жарату алымының мөлшерлемесі 11 миллион теңгеге, комбайндікі 22 миллион теңгеге дейін жетеді. Мысалы, құны 75-80 миллион теңге тұратын трактордың кәдеге жарату алымы шамамен 9 миллион теңгені құрайды. Бұл өте көп. Жеңілдік осы салаға жасалуы да керек. Отандық ауыл шаруашылығы машиналарын жасауды дамыту да керек. Себебі азық-түлік бағасы техника бағасына тәуелді. 2021 жылы фермерлеріміз кәдеге жарату алымы бойынша 30 миллиард теңге төлеген. Қазіргі бастама сырттан әкелінетін жаппай көліктерге, соның ішінде әсіресе ауыл шаруашылығы техникасына кәдеге жарату алымын едәуір оңтайландырады деген үміт мол. 50% төмендегеннің өзі жаман емес, айтарлықтай жәрдем болса керек. Ал халықтың отандық темір тұлпарды тізгіндеуіне жеңілдетілген автонесие ұсынылуы дұрыс бастама болып тұрған сияқты.